Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Мен сіздермен бүгін өте сабақта өзім жиі пайдаланатын ең қызықты әдіспен бөліспекшімін. Бұл карта әдісі деп аталады. Көбіне қайталауға, оқушылардың білімін тексеруге, кез келген уақытта сабақтың ортасында болсын, соңында болсын пайдалана берсеңіз болады. Енді бұл әдістің артықшылығы қазір бізде ерекше білім, ерекше қабілетті баламен жұмыс, немесе ерекше білім беруді қажет ететін бала деген ЕБК, ЕКБ деген тапсырмалар сұрастыруда. Бұл әдіс сол тапсырмаға өте жақсы келеді. Енді ерекше қабілетті бала деге, мәселен, сіздің сыныбыңызда математикадан өте мықты бала бар, есептеуге өте мықты. Мысалы, бірінші класста есептеуге өте мықты, немесе екінші сыныпта көбейтуге өте мықты. Енді бірінші сыныпта деп қарастыра береге, бұл тәсілді бірақ 4-ші сыныпқа дейін кез келген сыныпта ыңғайларыңызға қарай өзгертіп пайдалана берсеңіздер болады. Мәселен қалай? Сіздің оқушыңыз математикадан бұрын тапсырып, жазып, бәрін бітіп тастады. Енді сол оқушыңызға сыныбыңызда бірден ақ арнайы дайындықсыз, кейде кісі қатысып қалған жағдайда аласыз да, оқушыңызға сол тапсырманы бұрын бітіп тастаған оқушыңызға өстіп қағазды бірнеше қағаз аласыз да, бірнеше бөлікке бөліп карта жасайсыз. Карта жасайсыз. Мынандай бірнеше қиықтарға бөліп карта жасап аласыз. Енді осы картаны теңде екіге бөлесіз да, балаңызға айтасыз, жаңағы дарынды оқушыңыз айтасыз. Осыған бұны енді өзіңіз де құрсаңыз болады, бірақ мен ылғи да өстіп оқушыға құрастырдым. Оқушыға айтасыз, біріне өрнек тапсырма, ал екіншісіне мән жаз деп айтасыз. Мысалы, бірінші сыныпқа мен мынандай тапсырма беремін. Бұны енді екінші, үшінші, жоғары сыныптарда басқа тапсырмамен, тіпті қазақ тілде сөз таптарымен алмастыра берсе де бола береді. Мысалы, мынаған өрнек жазамын, 2 қосу 3, ал мына қағазға мән жазам, 2 3 қоссам 5. Ары қарай шатас қалмас үшін жалғастыра берем. Бала тапсырманы ойланып отырып құру керек. Бұған кез келген мысал көбейтінді де бола береді, немесе жылдамдық қашықтық уақытты өткен кезде де формула арқылы тапсырма құруға берсеңіз болады. Тіпті теңдеуді де осы оқушыға осылай тапсырма құруды берсеңіз болады. 8-ден 5 алам 3. Мұнан мен қазір бірінші сыныпта оқушыларым орындап жүр. Немесе 9-дан 4 алам, азайтсам 5. Енді кез келген қосу азайту, енді біз қазір бірінші сыныпта 10 көлемінде, сондықтан 10 көлемінде қарастыра берсем бола береді. Мысалы, 7-ге қосамын 3-ті, 7 мен 3-тің қосындысы 10. Оқушы өстіп тапсырмасын құрады. Жаңа тапсырма бұрын бітіп тастағаныз оқушыңыз құрап аяқтағаннан кейін, ал келіңдер карта ойнаймыз деп оқушыларды ортаға шақырып аласыз. Енді оқушыңыз құрып біткен кезде айтады, мен аяқтадым деп. Сол кезде тапсырмалар құрған оқушыңыздың қолында қалады, ал мына тапсырмаларды оқушыларға таратып бересіз. Оқушылар таратып алады. Бір оқушы, 2 оқушы, 3 оқушы, көбірек құрастырса, көбірек оқушы ала береді. Оқушылар алады. Ал мында тапсырманы құрған оқушы тапсырманы ұстап отыр. Енді тапсырманы құрған оқушы мына өрнекті тастайды. 7 қосу 3. Кімнің қолында осының мәні, сол оқушы мынаны басып үлгеру керек. Келесі тапсырманы тастайды. 9-дан 5 тасам, 4, мына тұрған оқушыңыз мынаны басады. Келесі тапсырмасын тастайды. 2-ге 3 қоссам, 5. Келесі оқушыңыз тапсырмасын тастайды. Келесі тапсырма 8-ден 5 азайтсам, келесі оқушыңыз 3 деп осылай басу керек. Оқушылар өте қызығып орындайды, сабақтарыңызда қолданып көріңіздер.